Бүгін мемлекеттік қызметкерлердің кәсіби мерекесі. Бұл дата 2002 жылы 20 желтоқсанда Біріккен ұлттар ұйымы ассамблеясының шешімімен қабылданған болатын. Ал 2 жыл бұрын елбасының жарлығына сәйкес Қазақстан күнтізбесіне кәсіби мереке ретінде енгізілді. Бұл өңірдің мемлекеттік қызметкерлерін облыс басшысы Кәрім Көкірекбаев құттықтап, еңбегімен көзге түскен азаматтарды марапаттады. Бүгінде өңірде 535 мемлекеттік орган бар. Онда 5000-нан астам адам қызмет етуде. Мемлекеттік қызметкерлердің бүгінгі кәсіби мерекесімен құттықтаған облыс әкімі аталмыш қызметтің маңыздылығына ерекше тоқталып өтті. Кез келген қоғамның мемлекеттік басқарусыз, яғни мемлекеттік қызметшілерсіз әрекет ету мүмкін емес. Мемлекеттік қызметші өркениеттің өріне қадам бастаған мемлекеттің ең басты тірегі оның идеясы мен саясатын алға апарушы. Сондықтан да ұлт мәртебесін көтеретін, ел абыройын асқақтататын мемлекеттік қызметші болу мәртебелі міндет. Елбасы 5 реформасының 100 нақты қадамында мемлекеттік қызметтің сапасын арттыру бойынша бірқатар тапсырма жүктеген болатын. Ол мемлекеттік қызмет жүйесін кәсібилендіру және мемлекеттік басқару жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру. Бұл бағыттағы жұмыстар өңірде өз деңгейінде жүргізіліп, мемлекеттік мекемелердің басқару жүйелері нығаю үстінде. Қоғам мемлекеттік қызметшіне ерекше сенім білдіретін, біз барлық күш жігерлерімізді, біліміміз бен тәжірибемізді кәсіби қызметімізге арнай отырып, Қазақстан Республикасына адал да қалтқысыз қызмет етуге міндеттіміз. Шынайы адал еңбекпен және болмыспен мемлекеттік қызметші деген абыройлы атақты түсірмей, халық артқан зор сенімді ақтауларыңызға тілектеспін. Салтанатты жиын барысында бірнеше маман адал еңбегі мемлекеттік қызметтің тиімділігін арттыруға қосқан үлесі үшін үздік мемлекеттік қызметші медалімен марапатталды. Сонымен қатар бірқатар үздік қызметкерлер облыс әкімінің алғыс хатына ие болды. Қызмет жауапкершілігі мол міндетті жүктейді. Мемлекеттік қызметші деп атында аталып тұрғандай, мемлекеттік қызметші мемлекетке қызмет ету керек. Сол мемлекеттік қызмет саласында өзім 15 жылға жуық еңбек етіп келемін. Қазақстанның мемлекеттік қызметшілерін осы атаулы кәсіби мерекемізбен шын жүректен құттықтаймын. Мерекелі кеш барысында сала ардагерлеріне де құрмет көрсетілді. Әсерлі өткен іс-шара әуезді әнмен жалғасты. Мархабат Купосынова, Асқар Әділ, жаңалықтар қызметі.